Сәлеметсіздер ме біздің құрметті көрермендер? Бүгін ермексазбен жұмыс жасаймыз. Ермексазбен жұмыс жасау балалардың ертеден келе жатқан сүйікті ісі. Бұл баланың назарын, ұсақ моторикасын, фантазиясын және шыдамдылығын дамытуға көмектеседі. Сонымен қатар, ол үлкен кісілер мен балалардың бірігіп шығармашылықпен айналысуына да өзінің ықпалын тигізеді. Ермексаз итальянның пластина деген сөзінен қалыптау деген мағынаны білдіреді. Бұл затқа пішін беру үшін қолданылатын материал. Оны мүсіндік жұмыстарды, шағын нысандарды жасауға қолданылады. Ал балалар, бүгінгі жұмысымыз жаңағы пластилинмен болады. Ермексаз, қазақша атауы ермексаз. Міне мынандай менде ермексаз бар. Бұның әртүрлі түсі бар. Қызыл, жасыл, көк түстерді біз қолданамыз. Бүгін сендермен жасайын деген суретім ол теңіз пейзажы. Пейзаждың жалпы бір түрі ол жаңағы теңіздің суретін салу, теңіздің суретін бейнелеу, ол жаңағы маринизм деп аталады. Маринизмға енді не жатады? Міндетті түрде судың бейнесі, одан кейін сол суда жүзіп жүретін қайықтардың бейнесі кіріп жатады. Дәл сондай пейзажды біз бүгін міне жасап көрейік. Мен жаңа айтып кеткенде ермексаздарымды дайындап қойдым өзімнің керек. Одан кейін ермексаздың ішінде мынандай арнайы таяқшасы болады өзінің, ол да қолдануға болады оны. Енді менің бейнелеп қойғаным жаңағы айтып кеткен теңіз пейзажы. Теңіз пейзажы қандай болады? Судың бейнесі, судың түсі қандай болады? Алдыңғы пландары қандай болады? Одан кейінгі план қандай болады? Одан кейін ар жағындағы горизонт дейміз ғой, сол күннің бейнесі қандай болады? Соны белгілеп көреміз. Әрине бұл бояу емес, бұл ермексаз. Бұны бар түсін қолдануға тырысамыз, немесе басқа 2-3 түрін қосып басқа түсті шығаруға болады. Енді осы барыста жұмыс жасап көрейік. Мен бұл суретті бірнеше сызыққа бөліп қойдым. Мысалы, мынау алдыңғы план, алдыңғы жағалау деусе болады, судың жағасы. Сол жағалауды міне қою түстен бастайын деп тұрмын. Бұл ермексазды ашамыз. Ермексазды қолымызға алған соң әбден жібітіп аламыз. Ол өйткені кеуіп қатып тұр. Сондықтан бізге жұмыс істеу үшін, ыңғайлы болу үшін біз оны міне саусағымыздың жылуымен арнайы ертіп жібітіп аламыз. Одан кейін жаңағы белгілеп қойған жерлерімізге жаңағы ермексазды жабыстырамыз. Енді бұл жерде менің композициям жаңағы теңіз пейзажы болып тұр. Ал сендер басқа да пейзаждарды, не болмаса натюрморт жасауларыңа болады. Немесе қазіргі таңда күз уақыты, күз пейзажын жасауларыңа болады. Міне осылай жабыстырып бастаймыз. Мынау менің жабыстырып отырған қағазым картон қағаз, түрлі түсті картон. Сендерде осы картонды алуға болады. Немесе бұндай пейзаждарда, бұндай жұмыстарда бояуды да қолдануға болады, акварель бояуын. Одан кейін басқа да картонды қолдануға болады. Әркімнің өз фантазиясына қарай гуашь бояуында қолдануға болады. Міне осындай түрде алып жаңағы бейнелеген жерлерімізге пластилинімізді жабыстырамыз. Пластилин жаңағы ермексаз міндетті түрде түзу болып жабысу керек деп айтпаймын тағы да. Бұл пейзаж, бұл табиғат көрінісі, табиғатта нақты сызықтар жоқ. Сондықтан біраз сызығымыздан ауытқып жатса, еш қорқынышы жоқ. Мынандай түзу болмай кетсе, бүйтіп артық ермексазды жаңағы өзінің пышағымен алып тастауға болады. Осылай мысалы артығы шығып кетті, оны да қырып алып тастауымызға болады. Бүйтіп артығын. Мынау міне біздің бірінші сызығымыз. Келесі түсіміз одан ашықтау болмақ.
Келесі түсіміз ашықтау, яғни суық түстен жылы түске қарай барамыз, е. Бұл жаңағы бірінші план, біздің бірінші фонымыз. Суық түстен жылы түске қарай ауыстырамыз түстерімізді. Ермек сазды жабыстырар кезде жаңағы сызықтарға нақты түсу міндетті емес, сондықтан жұмыс барысында ол сызықтар өзгеру мүмкін. Өздерің композицияларыңа қарап, оны байқап отыруларыңа болады. Мысалы, мына жерлерде менде кішкене түзу сызықтар жоғалып кетті. Бұл да ештеңе етпес деп ойлаймын. Ермек саздың бір ыңғайлысы, ол өте оңай жабысады, және де оны керекті формада жасап алуымызға өзімізге болады. Міне біздің екінші түсіміз дайын болды. Үшінші жасылымыз бұдан да ашықтау, е. Жаңа күн түсіп тұрғандай жылы түсте бір ашық жасылды қолданамыз ары қарай. Міне жасылдың үшінші түрін қолданып, жаңағы біздің жағалауымыздың суықтан жылыға өтіп атқан түсін көрсеттік. Ары қарай енді ашық түстен қою түске қарай суық түстер, жаңағы судың түсі көгілдір түстерді салып шығамыз. Міне жаңа айтып кеттім ғой, екі түсті араластыруға болады деп. Мына жерде мен ашық көк түсті таппағандықтан кішкене ақ пен көгілдір түсті қосып араластырып отырмын. Бұл да жаңағы біздің саусағымыздың арқасында, саусағымыздың жылылығының арқасында жаңағы пластилинді езіп, бір-біріне қосып араластырамыз. Осы түрде пластилинді ары қарай жабыстырамыз. Саусағымызбен жаңағы жабыстырып отырып, судың толқынын да көрсетуімізге болады. Бұл да бір жағынан бояумен бояған сияқты, е. Жаңағы ақыл қаламызбен біз мазоктар арқылы көрсетеміз ғой, жаңағы толқынды табиғаттың бір көріністерін. Сол сияқты міне пластилинмен де көрсетуге болады екен. Міне суымыздың бірінші жолағын жабыстырып жасап қойдық. Әрине, бүкіл картонның бетін пластилинмен, ермек сазбен жабам деп ойламасаңдар, бір жерін осындай түсті қағаздың өзінің фонында қалдыруға болады. Бұл тағы да әркімнің өзінің фантазиясына байланысты, е. Келесі қою түсімізді салып жатырмыз. Енді мына жерде кішкене мұқият боламыз, е. Мына жерде қайығымыздың суреті салынған. Қайықтың бетіне шығып кетпеуге тырысамыз. Қайықтың бетіне шығып кетпеуге пластилинмен, өйткені қайтадан алып жатқанша бір жасағанда әдемілеп, ұқыптап жасайық. Екінші қоюлау түсімізді салып жатырмыз. Осымен біз жаңағы алдыңғы фонды, алдыңғы планды, одан кейін міне судың бетін жасап шықтық. Ашықтан қою түске қарай. Енді ары қарай мына жерде бізде түзу кетеді. Бұл көкжиек, горизонт, былайша айтқанда. Бұл жерде горизонтта жаңа күннің батып келе жатқан уақытын көрсетеміз. Ашық түстен қою түске қарай тағы да бірнеше слой салып шығамыз. Енді ашық түсті қолданғанда қолымызды тазалауды, жууды ұмытпайық, жаңағы ашық сары түсімізді қою суық түстерін қою түстерімен былғап алмау үшін қолымызды тазалап бір жуып алайық. Келесі тоқ сары түсті де салып болып қалдық. Қағазды, жаңа картонымызды қалай ыңғайлы. Ары қарай жұмысты жалғастырамыз. Мен міне 3 түсті салып шықтым. Қайықтың бейнесін салып шықтым. Енді ақ түстен жаңа қайықтың парустарын жасап қойдым. Енді бір түрін көрсетейін. Қалай салу керек екен, жасау керек екен парусты. Өте мұқият болу керек. Бұл жерде кішкене парустың салып қойдық қой, квадратик сияқты. Сол квадратик көлемін пішінін келтіруге тырысамыз, бірден. Өйткені бұл жерде
кесіп алып ұстау кішкене қиындауға келеді. Жалпақтатып аламыз да, мына жерге былай салу үшін төрт бұрыштап шет-шеттерін пластилиннің формасын келтіреміз. Сондай бір формаға келу керек. Міне осымен біздің жұмысымыз аяқталды. Мына жерге құстарды тағы да шалғып қойдым, қосып қойдым. Енді бұл ары қарай өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай бұл жұмысты ары қарай да көркейтуге болады. Ал менің бүгінгі көрсеткен сабағым аяқталды. Осымен сау болыңдар.